Біздің тортымыз дайын болды. Енді кесіп көрейік. Жұмсақ тортымыз дайын. Бүгін медовый жасаймыз. Сол үшін 4 жұмыртқамызға 200 грамм шекерімізді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Оның үстінен 150 мл сұйық майымызды құямыз. Әселімізді саламыз. Шамалап 3-4 қасықтай. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның нақты грамы жоқ. Керегінше саламыз қамыр болғанға дейін. Сосын разрыхителімізді саламыз. Енді осы массаны араластырамыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Осылай жұмсақ қамыр илейсіздер. Енді дайын болған қамырымызды жарты сағатқа целлофан пакетке салып қоямыз. Жаңағы қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Осылай 6 бөлікке бөліп домалақтаймыз. Барлығын осылай жайып аламыз. Енді креміне кірісеміз. Ол үшін сүтке 4 ас қасық шекерімізді саламыз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, араластырамыз. Аз-аздан салып араластырамыз. Осылайынан бір қозғап аламыз, бір кеткі болу үшін. Міне осылай қоюланып жатыр, жайлап. Осылай біркелкі қою болу керек. Енді асын өшіреміз. Үстінен сгущенкамызды азырақ құйып араластырамыз.
Біздің креміміз дайын болды. Барлық қоржындарымызды осылай пісіріп алдық. Енді жинаймыз. Енді арасына кремімізді жағайық. Тортымызды жинап болдық. Енді осылай шет-шетінен қалған кесіп алғандарымызды осылай майдалап бетіне сүйіп шығамыз енді. Тегістеп шығамыз. Енді тортымызды кремі сіңгенше 2 сағатқа қойып қоямыз.